Құрметті достар, бүгін сіздермен біз лаваштан дайындалатын өте тез дайындалатын қатпарлы самса істегіміз келіп тұр. Оны жаңағы уақытыңыз болмаған кезде жолдан жұмыстан келетқанда лаваш ала саласыз да, келесін, үйге келгесін жасай саласыз. Көп болса бір жарты сағат уақытыңыз кетеді. Міне осының жасалу жолдарын қазір сізбен біз болып көріп, бірге жасайық. Бұл тағамды пісіру үшін бізге керекті заттар: бір 300 граммдай піскен картоп пюре, етті қуырып алдық, пиязбен әдемілеп, бұл да 300 граммдай. Қаймақ алдық, бетіне жағайық деп. Сосын ірімшік алдық, бір 100 граммдай. Сосын жұмыртқаны бетіне жағайын деп алдық. Енді бұл оңай, бұны жасау үшін бізге мынау лавашты алдық. Дайын лаваш, деу лавашты 3-ке бөлдік. 3 дана екен өзі ішінде. Енді осыған қазір майлап, ішін қаймақпен картоп саламыз ба, жоқ ірімшік саламыз ба, ет саламыз ба, қазір араластырып салып көреміз. Міне, қаймақты жағып қойдық. Енді екеуіне, енді мына кішкентай картоп салдық. Мына етті салдық, ет пісірілген. Енді осының бесіне ірімшік саламыз да, енді осыны жақсылап бүгеміз. Бұны бүге өте қиын емес, оп-оңай. Міне, енді бұны бүгеміз да, міне әдемілеп сала береміз. Міне келесісін кішкентай етін саламыз. Картоғын салыңыз. Не салғыңыз келсе, соны сала беріңіз. Бұл жерге саңырауқұлақ салуға болады. Бұл жерге ірімшік те салуға болады. Сүзбе де салуға болады. Қалағаныңыз, өзіңіздің жаныңыз не қалайды, соны сала беріңіз. Бұны жаңағы слоеный самсаның жасағаны уақытыңыз болмай бара жатса, өзі әдемі слоеный самса болады. Әдемілеп, осылай қояйық. Мәні осылай бүге беріңіздер. Қаны бетіне септік, енді кішкентай күнжіт сеуіп жіберейік. Сүтемізді дайын духовкамызға апарып саламыз. Бұны жасау оп-оңай, ешқандай уақытыңыз кетпейді. Бұны қараңыз, менің 10 минут уақытым кетті. Бәрін дайындап алсаңыз оп-оңай. Болды, енді духовкаға. Міне пеште 15 минут тұрды. Бұның іші де піскен, сырты да піскен. Сондай тамаша. Қараңыз, әдемі қызыл болды. Қазір сәрі сосын дастарханға бар. Әдемі қатпарлы самсамыз дастарханға келді. Қараңыз, дайындалуына 10 минут уақыт кетсе, пеште тұрғанына 15 минут уақыт кетті. Қараңыз, қатпарлы болған. Ішінде бәрі де бар, еті де, картопы да, ірімшігі де. Оны тосаппен қосып жесеңіз де, қаймақпен жесеңіз де, міне жаңадан жемістер шығып жатыр, қосып жесеңіз де өз еркіңіз. Міне осылай лавашпен тез дайындалатын самса уақытыңыз болмаған кезде осылай дайындай салуыңызға болады. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, ойларыңызды. Астарыңыз дәмді болсын.